Раджаб бұл хиджра жыл санауының 7-ші айы, әрі Аллах қасиетті еткен 4 айдың бірі. Аллах тағала былай деген: расында Аллахтың алдында ол көктер мен жерді жаратқалы Аллахтың кітабындағы айлардың саны 12. Бұлардан 4-еуі құрметті айлар. Әрі ол игілік пен берекенің қос айы болып табылатын Шаабан мен Рамазанның кілті. Раджаб айын арабтар исламға дейінгі надандық дәуірінде де ұлықтайтын. Раджаб айының тілдік мағынасы да ұлықтаулы дегенді білдіреді. Өйткені арабтар бұл айда соғысуды тоқтату арқылы оны ұлықтайтын әрі қастерлейтін. Тіпті исламға дейінгі кезеңде арабтарға Раджаб айының 14 аты белгілі болған. Олардың арасында Әл-Асам, керең, өйткені онда қарудың дауысы естілмейтін. Әл-Асаб, мол төгуші, өйткені арабтар бұл айда мейірім төгіліп қойылатын деп сенеді. Харим, ескі, яғни қасиеттілігі ежелгі. Мұқим, орныққан, яғни қасиеттілігі бекітілген. Ал әлдебір нәрсенің аттарының көптігі оның ұлықталатынын нұсқайды. Исламда да Раджаб айының қадір қасиеті мен артықшылығы басқа қасиетті айлардағыдай ерекше. Бірақ онда басқа айлардағыдай әлдебір арнайы ғибадаттар жасау бекітілмеген. Өйткені Аллах елшісінен саллаллаху алейхи уассалам бұған қатысты еш нәрсе бекітілмеген. Ибн Таймия, Аллах тағала оны рахмына бөлесін, былай деген: тура сол сияқты Раджаб айын оразамен ерекшелеу, немесе оның әлдебір бөлігінде ораза ұстау артықшылығы туралы, немесе оның әлдебір күндерінің, мысалы Рағайб түнінің артықшылығы туралы жеткізілетін хадистердің барлығы өтірік әрі ойдан тоқылған болып табылады. Ибн Қайим, Аллах оны рахмына бөлесін, былай деген: Раджаб айында ораза ұстау, немесе оның әлдебір түндерінде намаз оқу туралы хадистердің барлығы ойдан шығарылған өтірік. Сондықтан да бұл айда көптеген адамдар соған түсіп жатқан діни жаңалықтардан, мысалы оның кейбір түндерін Рағайб, Әлфия сияқты әр түрлі намаздармен ерекшелеу, немесе Раджаб айын онда зекет шығарумен, немесе оның бүкіл не әлдебір күндерін оразамен ерекшелеуден, әрі оның 27-ші түнін ол Миғрач түні деп арнайы ғибадаттармен немесе мерекелеумен атап өтуден аулақ болу керек. Бірақ адам өзің басқа да айларда әдетте істеп жүрген ораза, түнгі намаз, умра жасау сияқты амалдарын Раджаб айында көбейтудің еш айыбы жоқ. Тек оларды осы айда жасаудың әлдебір артықшылығы бар деп сенбесе болды. Бұдан қалса, бұл Рамазанға дайындық айы болып табылады. Әрі Раджаб жел, Шаабан жаңбырлы бұлттар, ал Рамазан жаңбыр сияқты. Сондықтан да кім Раджабта егінін екпесе, әрі